Барлығыңызға сәлем, сіздермен мен Сандуғаш. Бүгін мен сіздермен мантының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бірінші қамырымызды илеп алатын боламыз. 1 стакан суға 1 жұмыртқа тұз қосып, қамырымды илеп алатын боламын. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, дайындап алып, бірінші вилканың көмегімен кейін қолымызбен жақсылап илейтін боламыз. Қамырымызды ию қанғанға дейін илейтін боламыз. Достар, менің арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып, қоңырауша белгісін басып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Қамырымызды илеп алдық, енді бұны 20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Біз оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Фаршымызға пиязымызды майдалап турап, мен 1-2 картошка қосып жіберемін. Қоспасаңыздар да болады, өз еркілеріңіз. Барлығын осылай турап аламыз. Картошкамызды 4 бұрышты қылып турап алатын боламыз. Достар, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдағы уақытта қандай рецептермен бөліскенімді қалайсыздар, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Мен қарайтын боламын ашып. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Өте дәмді, сочный болып шығатын манты. Енді дәмдеуіштер қосатын боламыз. Қара бұрышымызды, тұзымызды, кейін кішкене сұйық май қосып жібереміз. Жақсылап араластыратын боламыз. Фаршымыз дайын болды. Енді қамырымызды бір қайтарып алып, қамырымызды жаятын боламыз. Июі қанған қамыр әдемі болып жайылады. Қамырымызды осылай доп-домалақ қылып жайып алатын боламыз. Бірінші шеттерін жайып аламыз. Қамырымыз біркелкі болып шығу үшін оқтауымыздың шетінен басып отырып жаятын боламыз. Сол кезде теп-тегіс болып, әдем болып жайылады. Қамырымыз дайын. Осылай кесіп алатын боламыз. Біркелкі етіп барлығын кесіп аламыз. Кейін үсті-үстіне қамырымызды жайып, 4 бұрышты қылып кесіп алатын боламыз. Қамырымызды кесіп алдық. Енді ішіне жаңа дайындаған салмамызды салып шығатын боламыз. Барлығын біркелкі етіп салып алатын боламыз. Барлығын салып алдық. Енді бұларды әдемі қылып түйіп аламыз. Газге суымызды қайнатып қойсақ болады. Біз түйіп дайындағанға дейін суымыз қайнап тұрса, сразу қоя салғанға. Осылай барлығын әдемі қылып түйіп шығатын боламыз. Мантымызды түйіп алдық. Енді мантаваркамызды жақсылап майлайтын боламыз. Астына жабысып қалмау үшін барлық жеріне май тигізіп, жақсылап майлап алатын боламыз. Мантыларымызды қойып шығамыз. Мантымыздың бетінде майлап алатын боламыз.
газге қойып 45 минут 1 сағат барлығын майлап аламыз. Астына жабыспай, беті қайызмай әдем болып пісетін болады. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз.